Төртінші бөлім. Неге адамдардың көпшілігі байлыққа қол жеткізе алмайды? Сіз ойынды ұтылмау үшін ойнайсыз ба, әлде ұту үшін ойнайсыз ба? Бұның айырмашылығы өте үлкен. Германияда адамдардың көпшілігі 25 жастан бастап өзінің кәсіби жолын бастап кетеді. Сіз олардың бірі делік. Енді айтыңызшы, 65 жасқа келгенде сіздің миллионер болуыңызға шансыңыз қаншалықты деп ойлайсыз? Статистикаға сәйкес, сіздің шансыңыз 0,2%. Германияның еңбекке жарамды адамдарының жылдық табысын қарастырайық. 87,3% тұрғын 50 мың еуродан аз табыс табады. 4% тұрғын 50 мың еуро мен 100 мың еуро арасында табыс табады. 1,6% тұрғын 100 мың еуро мен 200 мың еуро арасында табыс табады. 0,5% тұрғын 200 мың еуро мен 500 мың еуро арасында табыс табады. 0,1% тұрғын 500 мың еуро мен 1 миллион еуро арасында табыс табады. 0,05% тұрғын 1 миллион еуродан аса табыс табады екен. Осы кітапта берілген байлыққа қол жеткізудің негізгі ұстанымдарын үйрену өте жеңіл. Алайда неге бай адамдар аз? Өйткені кедей болып қалу одан да жеңіл. Күнделікті табыс журналына жазба қалдыру жеңіл, оны істемеу одан да оңай. Ай сайын табысымыздың 10%-ын үнемдеу оңай, алайда ақшамызды түк қалдырмай жұмсап тастау одан да оңай. Көп ақша табу оңай, бірақ аз ақша тапқан одан да оңай. Қандай жолды таңдайтынымыз сенімімізге байланысты. Өзіңізді демалыстамын деп елестетіңіз. Кейбіреулер гамаққа жатып алып, күнге қыздырынғанды ұнатады. Енді біреулері қозғалыстарды ұнатады да, сағаттап жағажай волейболын ойнайды. Және алдыңғылары да, соңғылары да осылай демалған дұрыс деп есептейді. Содан өздері ләззат алады. Кейбір қасиеттер ақшасы жоқ адамдардың бәріне тән. Олар ұстанатын және олардың байлыққа қол жеткізетініне кедергі келтіретін бірнеше ұстанымдары бар. Ақшасы жоқ адамдар байлықтың не екенін жете түсінбейді. Сіз үшін байлық деген не? Ішкі түйсігіңіз белгілі бір санды көрсете ме? Өмір поштамен сауда жасайтын фирма секілді. Сіз тапсырыс берген нәрсеңізді ғана ала аласыз. Әйтеуір бір кезде көп ақша болса деген қалауыңыз анық тілек емес. Сіз маған бір әдемі нәрсе жіберіңіз дей салмайсыз ғой. Сіз байлық дегенде нақты ақша сомасын елестете алатындай болуыңыз керек. Ендеше сізге мынадай уақытта қанша капитал керек екенін нақты шешіңіз. Мысалы, менің осы жылы осынша евром болады. Сіз осы соманы өзіңіз үшін айқындап алмайынша, өмірден байлық күтпей-ақ қойыңыз. Кеңес: кейінірек бұл соманы көбейте бересіз. Бірақ өтініш, тап қазір ойыңыздағы соманы жазып қойыңызшы. Байлықтың не екенін елестету үшін 3 нәрсе жасау керек. Өзіңізге қажет нақты ақшаның санын білу керек. Оны жазып қойған дұрыс. Сосын оны бейнеге айналдыру керек. Кереует туралы ойланыңызшы. Енді айта қойыңызшы, көзіңізге кереует деген сөз елестеді ме, әлде кереуеттің бейнесі келді ме? Жаңа салынған әлде умаждалған төсек пе? Әлде бос немесе біреу жатқан төсек пе? Біздің түпсанамыз сандар мен сөздерді қабылдамайды, олар бейнелерге жауап қатады. Бай болу үшін біз түпсанамызбен достасуымыз қажет. Бұл бізге қажетті нәрселерді автоматты түрде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Түпсанаңызға өзіңізге қажетті образдарды бере алдыңыз ба? Мүмкін сіз өзіңізге қажетті сағаттың, автомобильдің, не болмаса үйдің суретін қиып алып, өзіңізбен бірге алып жүрген боларсыз. Суретке қарап, оны елестеткен сайын ол түпсанаңызға беки түседі. Маған бұл үнемі көмектесетін. Біз бұл әдісті міндетті түрде жасауымыз керек. Біздің миымызға осындай географиялық карта сияқты бағдар керек. Егер біз күнделікті тек негативке назар аударатын болсақ, онда ештеңеге қол жеткізбегенімізге таң қалудың қажеті жоқ. Мен бірде 6 жыл ішінде қарапайым слесардан фирма басшысына дейін көтерілген жігітпен таныстым. Ол былай деген еді: мен фирмамда миллионнан астам табыс табатын адамның суретін алып алдым. Біреуінің басын қиып алдым да орнына өзімнің суретімді жабыстырып қойдым. Күнделікті суретке қарайтынмын да
Көзімді жұмып осындай бай адамдардың ішінде жүргенімнің қалай болатынын елестететінмін. Осылардың менімен не туралы сөйлесетінін, қайда саяхаттайтынымды, не ішіп жейтінімді, не сезінетінімді ойлайтынмын. Шамамен 1 жылдан кейін осы деңгейге қол жеткізу керек екенін ұғындым. Мен өзімнен талап еттім. Бұл маған энергия бере бастады. Мен алдыма мақсат қойдым, маған ешқандай да күдік те, қауіп те, қорқыныш та емес еді. Менің суретім бар фото мақсатыма жетпес бұрын мен үшін шындыққа айналған еді. Ол өз мақсатына 6 жыл ішінде жетті, ал суретте басы қырқылған адам фермадан жұмыстан шығып кетіпті. Бүгінде мен өзім 10 жыл бұрын қалаған нәрселеріме қол жеткізгенімді баса айтқым келеді. Ол кезде маған олар ғажайып нәрсе болып елестейтін. Бүгінде менде мен армандаған нәрсенің бәрі бар. Сондықтан да мен бұл ереженің жұмыс істейтініне күмәнім жоқ. Негізгі кеңестер: өзіңіздің не қалайтыныңызды нақты айқындап алыңыз және армандар альбомын жасаңыз. Альбом аласыз да болашақта өзіңіз қалаған нәрселеріңіздің суретін жабыстырасыз. Ұдайы не істегіңіз келетіні, неге ие екеніңіз және кім болғыңыз келетіні туралы ойлаңыз. Сіздің көңіл күйіңізге әсер ететін суреттерді пайдаланыңыз. Армандар альбомын мүмкіндігінше жиі қарап отырыңыз. Енді көзіңізді жұмып, армандарыңыз орындалған болса, көзіңізге не көрінетінін, құлағыңызға қандай дауыстар келетінін сезініп көріңіз. Иіскеңіз, сипап көріңіз, дәмін көріңіз. Ақшасы жоқ адамдар байлықты мақсат етпейді. Егер біз өзімізді жақсы сезінсек, алдымызға үлкен мақсаттар қоя білеміз. Егер көңіл күйіміз жоқ болса, оларды кіші мақсаттарға алмастыра қоямыз. Түпсанамыз ұзақ уақыт бойы қайталап отырғанды қалайды. Сондықтан да алысқа жоспарлаған мақсатыңызды өзгертпеуге тырысыңыз. Мақсатыңыз үлкен болған сайын оған түзетулер енгізбеуге тырысыңыз. Сіз ауадан хан сарайын соққанша шағын қолжетімді мақсаттан бастаған дұрыс емес пе деп сұрауыңыз мүмкін. Меніңше үлкен мақсаттар шағын мақсаттардан көрі тез орындалады. Оның себебін айтайын. Өзіңізге шағын мақсат қойыңыз. Мақсатыңызбен сіздің араңызда проблема пайда болғанда, сізді мақсатыңыздан алыстата бастайды. Көз алдыңызға тек проблема ғана тұрады. Мақсатыңызды мүлде көре алмайсыз. Мақсатыңыз көз алдыңызда болмаған соң күмән мен қорқыныш пайда болады. Көпшілігі бұндай жағдайда не істейді? Әрине жаңа мақсат іздейді. Бұл жаңа мақсат пен олардың арасында тағы әйтеуір бір проблема пайда болары сөзсіз. Ол проблемадан қашуды ойлаған адамдар тағы да жаңа мақсаттар іздестіре бастайды. Енді шағын мақсат емес, үлкен мақсатты көзіңізге елестетіңіз. Бұл жағдайда проблемаңыз мақсатыңызды толық жауып тастай алмайды. Сондықтан сіз не істеп не қоятыныңызды біліп отырасыз. Келесі себебі, үлкен мақсаттар біздің мүмкіндіктерімізге деген сенімімізді күшейтеді. Адамдар тек пайдасы бар нәрселерге ғана назар аударады. Үлкен мақсаттар біздің ой өрісімізді кеңейтеді, осыған қажетті жаңа адамдармен танысуға қосымша мүмкіндіктер береді. Үлкен байлыққа қол жеткізген адамдардың мақсаттары да үлкен болады. Әр проблема мақсатпен белгілі бір қатынаста өлшенеді. Сондықтан да мақсатыңыз үлкен болған сайын проблема шешуі қиын болса да шағын болып сезіледі. Мысалы, CNN құрылтайшысы Тед Тернерді алайықшы. Ол жас кезінен әкесінің айтқан алдыңа бүкіл өміріңді сарп ететін мақсаттар қой деген қағидасымен жүріп келеді. Ол әлемдегі ең үлкен телестудия құрған. Сіз әрине оның алдында түрлі проблемалардың болғанын түсініп отырған боларсыз. Тед Тернердің өзі бұл туралы: менің алдымнан қандай проблема шықса да оның маңызы болмады, өйткені ол менің мақсатымның қасында кішкентай болып қалатын еді. Осылайша мен проблемаларға мән берген емеспін, керісінше бар назарымды мақсатыма салдым деген екен. Ақшасы жоқ адамдар байлықты қажеттілік деп таппайды. Елестетіңізші, сіз орманда келе жатырсыз және тереңдігі 5 метр болатын жыраға жақындадыңыз. Жыраның түбінде ішінен купюралар көрініп әмиян жатыр. Сіз ақырындап жыраға түсе бастағанда аяғыңыз тайып кетті. Құлап бара жатып шөптің тамырынан ұстап қаласыз да бойыңызды тіктеп аласыз. Мойныңыздың үзіп алуыңыз мүмкін екенін ойлайсыз да ары қарай жылжисыз. Енді әмиянның орнында кішкентай
кішкентай қыз жатыр деп елестетіңізші. Жағдай қалай өзгерер еді? Ол қатты құлап жылап жатыр деп елестетіңіз. Бұл жағдайды бірден өзгертеді. Сіз жыраға түсуім керек пе жоқ па деп ойлап тұрмайсыз. Сіз әрине жаралы қызды тастап кете алмайсыз. Енді қызды қалай құтқаруым керек деген сұрақ қана тұрады. Қызды құтқару сіз үшін абсолютті қажеттілік болады. Табысты адамдардың саналы түрде қажеттілікке қарсы жүретініне күнде көз жеткізіп отырмыз. Олар дүйім жұрттың алдында өздеріне міндеттеме алады. Олар тау етегіне келіп тұрып, барша жұртқа мен тау шыңына міндетті түрде көтерілемін. Не мен тау шыңында қол бұлғап тұрғанымды көретін боласыздар, не тау етегінде өліп жатқанымды көресіздер дейді. Байлыққа қол жеткізген адамдар темір тәртіптің үлгісі емес, алайда олар істеуге қажет нәрселерді жасайды. Олар басқаша әрекет ете алмайды. Олар кедейлікте, тіпті орта деңгейде өмір сүре алмас еді. Олар әрбір мақсатын абсолюттік қажеттілікке айналдыра алады. Армандар альбомын арнаңызда, оны жиі қараңыз, көзіңізді жауып, ондағы өмір қандай боларын елестетіңіз. Осылайша 3 ай бойы күнделікті жасай беріңіз. Соңында түп санаңыздың маңызды ақпарат алғанын білесіз. Сіз мақсаттарыңызға әлі қол жеткізбесеңіз де бақыттысыз. Егер өзгерістер болмаса, сіз ауырасыз. Сіз өз дегеніңізге қол жеткізуге міндеттісіз. Сол кезде ғана жұрт алдында бай болуға міндеттеме аласыз. Сосын жұрт сіздің міндеттемелеріңіздің орындалғанын күтуі керек. Өзіңіздің ниетіңіз туралы нақты айтыңыз. Сәтсіздікке ұшырағанда бәрі күлкіге айналдырады деп ойлаңыз. Сонда сізге артқа қарай жол жабық болады. Бұл сізге қатыгездік болып көрінуі мүмкін. Сондай-ақ байлықтың сізге қажет екеніне көз жеткізбеуіңіз де мүмкін. Келесі бөлімде осы мәселенің басын ашып алыңыз. Ақшасы жоқ адамдар шыдамсыз келеді. Винстон Черчилль егде тартқан шағында туған қаласына жақын орналасқан бір университеттен шақырту алады. Бұл Англия үшін үлкен оқиға еді. Алыстан ең атақты да ұлы ағылшынды көруге ел ағылып келіп жатты. Ол ел алдында бүкіл өмір бойы түйген даналығымен бөліседі деп күтілді. Мыңдаған адам университеттің дәрісханасында осы бір ұлы адамның сөзін тағатсыздана күтті. Черчилль орнынан тұрды да микрофонға жақындап, ешқашан берілмеңдер, деді де орнына қайтып кеп отырды. Осымен сөз бітті. Одан кейін ол бір сөз де айтқан жоқ. Қатысып отырғандар бірте-бірте түсіне бастады. Черчилльдің көп сөзді болмағаны оның басқа нәрсені маңызды деп таппағаны еді. Берілмеу оның өмірлік ұраны еді. Егер аз сөйлегісі келсе, неге ешқашан берілмеңдер деп айта салмады? Неге ешқашан деген сөзді 4 рет қайталады? Өйткені Черчилль адам табиғатын жақсы білетін еді. Адамдар өз шекарасын өздері қойып алады. Беріле салу үшін себеп табу өте оңай. Егер біз шекарамызды шегендеп алатын болсақ, ерте ме кеш пе біз діттеген жерімізге жетеміз. Егер сіз алдыңызға мақсат қойсаңыз, сізді ештеме ұстамауы керек. Еш нәрсе және ештеме ұстамауы керек. Егер бір нәрсе тоқтатады деп ойласаңыз, міндетті түрде сізге кедергі болатын нәрсе табылады. Ондай болса, күш-жігерімізді үнемдеп, тіпті де істі бастамаған дұрыс. Неміс ұшақтары Лондонда бомбылай бастағанда қасындағылар Черчилльге берілу керектігін айтты. Олар әрбір түскен бомбадан көптеген ағылшындардың қаза тауып жатқанын көрмей отырсыз ба? Немістер бәрібір жеңеді, берілейік. Қасарысу тек қантөгіске алып келеді. Оған жауапкершілік аласыз ба? Сіздің қырсықтығыңыздан халқымыз зардап шегіп отыр. Ақылға келіңіз, деді. Черчилль болса неміс ұшақтарына қарап тұрып жұдырығын сілтей, сендер мені жеңе алмайсыңдар. Мен ешқашан берілмеймін, ешқашан деген екен. Барлық достарыңыз бен кеңесшілеріңіз сізден теріс айналады. Сізге күш беріп көмектескен адамдар сізге күмәнмен қарайды. Сізге кінә артып ақмаққа балағандай қарайды. Мұндай жағдай басқалардың мүмкіндігін шектеуші еді. Мартин Лютердің шекарасы оның көзқарастары үшін қуғындаған шіркеу емес, оның достары мен жақтастары еді. Олар, егер сенікі дұрыс болмаса ше, онда мойныңа қанша адамның қанын жүктейтініңді білесің бе? Осындай тәуекелге баратындай өзіңе өзің сенімдісің бе? Сен бұл адамдарды өлімге айдағаның үшін өмір бақи өкініп өтетін боласың, деп күмәнді ойларын оған сіңіре берген.
Мақсаттарыңызды жүзеге асыруға кіріспес бұрын ол сізге қажет пе жоқ па соны айқындап алыңыз. Кейде одан ләззат алмайтынымызды біле отыра мақсаттарды жүзеге асыруға тырысамыз. Үлкен бағы бар үйді армандаған адамдар ондай үйге көшкенде баққа күтім жасау керек екендігін білгенде өкінген. Үнемі газондарды қырқу, жинау бітпейтін жөндеу жұмыстары. Ондай адамдар бәлкім жай ғана жақсы пәтерде тұрса бақыттырақ болар ма еді. Мақсаттарыңызға қол жеткізгенде сіз бақытты да риза боласыз ба? Білгіңіз келе ме? Әлде қиындықтардан басқа нәрсені қалағаныңызды білу үшін өтіп жатырсыз ба? Егер сіз сенімді болсаңыз, онда санаңыз сізге жаңа күш пен жаңа мүмкіндіктер береді. Мұны тексеру өте оңай. Қандай да бір мақсатыңызды жазыңыз. Үй, автомобиль, жұмыс, қандай да бір қызмет түрі, жеке фирмаңыз, серіктес, саяхат және тағы да басқа. Оны мүмкіндігінше керемет суреттеуге тырысыңыз. Бір деталь қалып кетпесін. Енді көзіңізді жұмыңыз да егер үйіңіз, автокөлігіңіз, жұмысыңыз, фирмаңыз болса, қалай болатынын сезініңіз. Өзіңіздің күн тәртібіңізді елестетіңіз. Өзіңізді қалай сезіндіңіз? Немен айналысып жатырсыз? Не істеу қажет болып тұр? Қандай қиындықтар туындауы мүмкін? Осы жаттығуды 10 минутқа дейін орындасаңыз және өзіңізді жақсы сезінген болсаңыз, онда мақсаттарыңызға жеткенде риза болатыныңызға сене беріңіз. Алайда ол тек сіз берілмесеңіз ғана жүзеге асатынын ұмытпаңыз. Ақшасы жоқ адамдар өзіне жауапкершілік алмайды. Егер біз бар энергиямызды неліктен деген сұраққа жауап іздеуге жұмсар болсақ, онда кешірім сұраудың 4 түрін табар едік. Артқа жол жоқ болса да біз оны өткенімізден іздейміз. Ал өздеріне қалай деген сұрақ қойған адамдар проблеманы шешуге ұмтылады. Олар шешімді тап қазір немесе болашақтан іздейді. Егер қолымыздан бір нәрсе келмей жатса, оған тек өзіміз ғана жауаптымыз. Өміріміз үшін жауапкершілікті басқа біреуге, атап айтсақ дәрігерлерге, адвокаттарға, салық кеңесшілеріне арта алмаймыз. Ондай мамандар бізге белгілі бір істе менеджер ретінде көмектесе алады, дегенмен бар жауапкершілікті өзімізге алғанымыз дұрыс. Біз мамандарға жүгініп қана қоймай, оларды бақылауымыз қажет. Сіздің жауапкершілігіңіз шектелетін жоғары инстанцияға ешқашан жүгінбеңіз. Сіздің деніңіз сау ма? Сот процесін ұтып алдыңыз ба? Салық инспекторымен қарым-қатынасыңыз дұрыс па? Бәріне өзіңіз жауаптысыз. Иә, мамандар сізге көмектеседі, алайда бастық өзіңіз. Таңқаларлығы адамдардың көпшілігі жағдайға қарамастан сәтсіздіктерге жауапкершілік алады да, өздерінің табыстары үшін ешқандай жауапкершілік алмайды. Екі қарапайым сұраққа жауап беріңізші. Бар күш-жүгеріңізді сала отырып 12 айдың ішінде ең көп дегенде қанша сома табам деп ойлайсыз? Сіз оны қалай есептер едіңіз? Ең көп табыс тапқан айыңызды аласыз да, табысыңызды 12-ге көбейтесіз. Бұл табысты тағы да қосымша айына 10%-ға өсіресіз. Есептеудің осындай әдісі сізге ұнай ма? Шындыққа жанаспайды деген сияқты жағымсыз ой пайда болған жоқ па? Олай болса, өзіңіздің табысыңыз үшін толық жауапкершілік алатын кез келді деген сөз. Бұл жағымды жағдайларға немесе сәтті айларға байланысты емес, адамдарға немесе жұлдыздардың орналасуына да қатысы жоқ. Бұл тек өзіңіздің жетістігіңіз. Оған өзіңіз жауапкершілік алдыңыз, және бұл табысты сіз кез келген уақытта қайталай аласыз. Егер бұны қайталау мүмкін емес деп ойласаңыз, өз қадір-қасиетіңізді жоққа шығарғаныңыз. Сондықтан жақсы жетістіктерді қайталап отырғаныңыз дұрыс. Осылайша табысқа өзіңіз жеткеніңізді қандай да бір оңтайлы жағдайлар емес, тек өзіңіз ғана қол жеткізгеніңізді мойындаңыз. Өзіңізге ең керемет жан екеніңізді дәлелдеңіз. Сонымен жетістіктеріміз үшін жауапкершілік ала біліңіз. Ақшасыз адамдар 110% еңбектенуге құлшынбайды. Өзін ақтауға тырысқан адамдар ақтап алады. Екі қауіпті сылтауды мысалға келтіргім келіп отыр. Қауіптілігі сонша, оны адамдар өмірлік қағида ретінде қолданады. Шындығында олар жалған. Қолымда бар дүние менің болашағыма да жетеді. Мен бар мүмкіндікті пайдаланған болсам, ең керемет жан болар едім. Екі сылтаудың да артында өзін-өзі алдау, қорқыныш, өз-өзіне сенбеу тұр. Ләззат алу ең жоғарғы мақсат болып табылады. Біз бар нәрсені бақытты және риза болу үшін жасаймыз. Бірақ бізді не бақытты етеді? Жауабы: бақытты болу дегеніміз адам табиғатымен келісімде өмір сүру.
Ал даму мен табысқа жету қажеттіліктері адам табиғатына тән қасиеттер. Тұлғалық даму мен өсу нәтижесінде адам ләззат алады. Мақтанарлық бір ісіңізді есіңізге түсіріңізші. Қандай жетістікке жеттіңіз? Не туралы ойлағанда ләззат аласыз? Дер кезінде жағдайды өзгертпегенде дәл қазір осылай риза болып отырар ма едіңіз? Қолдағы барға шүкіршілік ету қажеттілік, алайда бүгінгі барға қанағат етіп қоя салу адам табиғатына кереғар. Ағаш өлгенінше өсуін тоқтатпайды. Өсуді тоқтатқан адам да өлгенмен бірдей. Біз толыққанды күш-жігерімізді жұмсағанда ғана ләззатты сезінеміз. Көптеген дарынды адамдар, мен мүмкіндіктерді барынша пайдалансам, шын мәнінде керемет болар еді деп өздерін ақтауға тырысады. Олар не үшін ақталады деп ойлайсыздар? Олар бар мүмкіндікті пайдаланып отырып жетістікке жетпесе не болады? Міне олардың да қорқынышы осы. Бар күшін сарп еткен адамдардың ақталуға мүмкіндігі болмайды және табысқа жетеді. Ол енді жасанды образдың артына тығыла алмайды. Тек 110% күшіңізді жұмсау арқылы өз өміріңізге жауапкершілік ала аласыз. Сізге енді сылтау қажет емес. Сіз табысқа жетуіңіз керек және сіз жетесіз де. 110% күш деген өсу деген сөз. Айталық, сіз бұлшық еттеріңізді шынықтырғыңыз келіп, белтемірді 10 рет көтересіз. Нешінші жаттығу ең маңызды деп ойлайсыз? Ауыр атлетикадан ең көп медаль жинаған болгарлар 11-ші дер еді. Көптеген адамдар 100%-ға күш жұмсап, 80%-ды қанағат тұтады. Егер күшіңізді 110% жұмсар болсаңыз, 100% жетістікке жетесіз. Ақшасыз адамдарға тәлімгер жетіспейді. Байлыққа жету үшін тәлімгер керек. Сізден анағұрлым жетістікке жеткен адам сізді өз қамқорлығына алып ықпал ету керек. Өте бай адамдармен сөйлесе келе олардың тәлімгерлері болғанын, тіпті кейбіреулерінде бірнешеу болғанын білдім. Мен білетін бай адамдар өз-өздеріне өте сенімді адамдар. Өз маңыздылығын жоғары қоятыны соншалық, өз қателіктерін мойындау аса қиынға соғады. Олар күмәнді жағдайда да өздерін жоғалтпайтындай етіп бағдарлама жасап тастаған. Олар үшін табысқа жауапкершілік алу түкке тұрмайды. Керісінше олар өз-өздеріне әдемі көріну үшін істеген істерін одан әрі әсерлей түседі. Олар тәлімгерлермен барынша бөліседі. Жетістікке жетуі 80%, мүмкін одан да көп осы тәлімгерлердің арқасы екенін мойындайды. Бұл туралы тіпті Росс Петро және Ричард Брансон сияқты беделді адамдар да айтады. Атақты спортшыларды алайықшы. Неге барлығының жаттықтырушысы бар деп ойлайсыз? Неліктен әлемдік этикаға кіре отырып, тренермен жұмыс істеуін тоқтатпайды? Оның себебі біреу ғана. Тек тренер ғана өз тәжірибесіне сүйене отырып, сіздің дарыныңызды ашу үшін сізге оңтайлы жолды таңдап бере алады. Сіз басқалардың қателіктерінен сабақ алып, тәлімгеріңіздің байланыстарын пайдалана білуіңіз керек. Елестетіңізші, 4 жылдық теориялық білім алғаннан кейін аға орманшы дипломын алып Канадаға келдіңіз. Сіз әлі канадалық орманның ерекшелігін де, жануарларын да, өсімдіктерін де білмейсіз. Айталық, сізге ауданы 5000 гектар таулы керемет жер қорғауға берілді. Ал сіз болсаңыз қай жерден бастауды білмейсіз. Ал енді сіз осы өңірде 67 жылдан бері орманның әрбір соқпағын, әрбір жануары мен өсімдігін жақсы білетін орманшы тұрады деп естідіңіз. Ол орманның әрбір құмын, әрбір орнын біледі. Ол орманның зиянкестерінің бәрін, тіпті жылан ордаларын да біледі. Осы егде орманшы сізді жарты жыл қамқорлығына алып үйретсе қандай жақсы боларын түсінген шығарсыз. 67 жылдық тәжірибені небәрі 6 айда үйреніп шығар едіңіз. Сонымен қатар жақсы тәлімгер сіздің күш-жігеріңізді 110%-ға жұмсауыңызды талап етеді. Біз ауырсынудан қашып қуанышқа ұмтыламыз, алайда осының алғашқысы күш беретінін түсіне бермейміз. Сіз бөлмеде өзіңізге керемет ұнайтын бір іспен айналысып жатырсыз делік. Кенет бөлме өртене бастайды. Сіз ұнайтын ісіңізбен айналысып тұра бермейсіз ғой? Бар ойыңыз бөлмеден тез қашып шығып жарақат алмау болады. Жақсы тәлімгер ауру мен қуаныштың ара қатынасын жақсы біледі және оқушысын дұрыс бағытқа бұрып отырады. Ол аурудың күшті мотивация екенін, алайда ол ауыр болса күш-жігерді бұғаттап тастауы мүмкін екенін де ескереді.
Сонымен қатар өзіңізге қарағанда тәлімгеріңіз жетістіктеріңізге объективті баға береді. Егер жоспарларыңыздан бас тартсаңыз, өзіңізбен бірге тәлімгеріңіздің де көңілін қалдырасыз. Өзіңізді оның күшті ықпалына бағындырасыз. Табысқа бет бұрған адамдар бақылаудан қорықпайды, керісінше оны қолдайды. Тәлімгеріңіз сізден өзіңіз күткеннен де көп нәрсе күтеді, және оның үміті сіздің жолыңызда компастың қызметін атқарады. Сіз жүретін жолды таңдауда үлкен көмекші болмақ. Тәлімгеріңіздің үмітін ақтау үшін өзіңізден асып түсуіңіз қажет. Негізгі кеңестер: өзіңізге тәлімгер іздеңіз. Қаржылық тәлімгеріңіздің кем дегенде сізден 10 есе артық ақшасы болуы керек. Ол сізге қателік жасамауға көмектеседі. Ол сіздің дарыныңызды ашуға ықпал етеді, уақытты жоғалтпауға көмектеседі. Сіздің жаныңызды шамалы ауырту арқылы сізге мотивация береді. Ол сіздің прогрессіңізді қадағалайды және жетістіктеріңізді бақылайды. Ол сізді өзіңіз ойлауға да жүрексінетін үлкен жетістіктерге бағыттайды. Осы кітап беретін импульсті іс жүзінде сынап көргіңіз келе ме? Тәлімгерлік қағидасы бұған жақсы кепілдік бола алады. Жақсы тәлімгер сияқты ешбір құрал сізді табысқа жылдам жақындатып, мүмкіндіктеріңізді көбейте алмайды. Осыдан келіп, келесі сұрақтар туындайды. Жақсы тәлімгер дегеніміз кім? Оны қайдан табуға болады? Оны өзіңізге көмектесуге қалай көндіресіз? Қандай ережелерге сүйенесіз? Бұл сұрақтар өте маңызды болғандықтан, мен оған 13-ші бөлімде толық жауап беруге тырыстым. Ақшасы жоқ адамдар өздерінің әлсіздіктеріне басты назар аударады. Бай болуға сізге не көмектесіп, не кедергі болатынын жазыңыз. Күшті және әлсіз жақтарыңызды жазыңыз. Қай бағаннан бастап жаза бастағаныңызды аңғардыңыз ба? Әлсіздіктеріне басты назар аударған адам байлыққа қол жеткізе алмайды. Бұл әлсіздіктеріңізді байқамаңыз деген сөз емес. Бұл жерде күшті және әлсіз жақтарыңыздың реті және сізді бай қылатын қандай қасиеттер екені туралы айтылып отыр. Адам әлсіздіктерін жойғанда ғана табысты болатынын естіген боларсыз. Бұл қазір басты пікір болмай қалды. Әлсіздікті жоя салып бай болып кетпейсіз. Әлсіздіктерімен күрескен адам энергиясында көп жұмсайтыны да аян. Сіздің күшті жақтарыңыз сізді байлыққа жетелейді. Сізді бай ететін күшті жақтарыңыз. Мысалға теннисті алайық. Штеффи Граф оң жақ соққыны керемет меңгерген және оны реті келгенде оңтайлы қолдана қояды. Ол өзінің сол жақ соққысын дамытудың орнына, ол допқа оң жақтан келіп ұрады. Оның қарсыластары жауап ретінде сол жақпен ойнай бастады. Сол кезде Штеффи өзінің сол жақ соққысын дамытуға жаттығулар жасай бастады. Нәтижесінде ол ойындағы өзінің стилі мен талғамын жоғалтты. Ол ұту үшін емес, ұтылмас үшін ойнай бастады. Ойынды ұту үшін ойнайсыз ба, әлде ұтылмас үшін ойнайсыз ба, айырмашылығы үлкен. Көп адам жанталасып өздерінің әлсіздіктерімен алысамын деп баю мүмкіндіктері мен өмірлік қуаныштарынан ажырап қалып жатады. Шындығында бұл нәтижесіз күрес. Сіз әлсіз тұстарыңызды елемей жүре алмайсыз, алайда олармен күресудің де қажеті шамалы, себебі ол байлыққа әкелмейді. Сондықтан әлсіздіктеріңізді айналып өтетін тәсіл ойлап табыңыз. Егер осы күнге дейін жақсы бухгалтер бола алмасаңыз, ол енді сіздің күшті жағыңыз бола алмайтыны аян. Бұл фактіні қабылдап дұрыс шешім қабылдай біліңіз. Жұмысқа бухгалтер алыңыз. Күшті жақтарыңызды да сәттілік деп қабылдаудан аулақ болыңыз. Дарыныңызды ашатын тәлімгер табыңыз. Күшті жақтарыңыз үлкен өлшемге жеткенше сізді қолдап кеңес беріп отыратын адам керек. Күшті қасиеттер ғана ақша әкелетінін ұмытпаңыз. Сонымен әлсіз тұстарыңызды айналып өтіп, күшті жақтарыңызды дамытатын тәлімгер табыңыз. Байлықтың құны қанша? Байлық үшін төлейтін құн туралы айтар болсақ, денсаулықты құрту, отбасына жеткілікті көңіл бөлмеу, ақшадан басқаны көрмейтін монстрға айналу сияқты сұмдық оқиғаларды естуге болады. Денсаулығыңыз жақсы ма? Отбасыңызда бақытты өмір сүресіз бе? Ең алдымен ол сіздің денсаулық және отбасы туралы ойларыңызға байланысты.
Егер ақшаның бұған тікелей қатысын қарар болсақ, ақша жоқ болса емделуге де мүмкіндігің болмайды. Өмір бойы ақшадан тарылу да отбасылық өміріңізге көлеңкесін түсірері анық. Байлық емес, кедейлік қылмысқа итермелейді. Салыстырмалы түрде бай болу оңай. Осы кітапта байлыққа барар жолда әрбір қадамыңызды анық та ұғынықты тілмен түсіндіріп беретін таптырмас құрал деп қабылдаңыз. Әрине, сіз ол үшін бірдеме төлейсіз, өз уақытыңызбен бөлісесіз. Сіз отбасыңыздан алшақтамауыңыз қажет. Алайда осы кітапты оқып шығу үшін біршама уақыт керек және қаржыңызды реттеп алу үшін бірнеше күн қажет болады. Ары қарай да айына бірнеше сағаттарыңызды қиюға тура келеді. Алайда бұл болашақта құны ақталатын іс екенін біліңіз. Шаббада жылы. Келесі 5 жылдықта тұтас 1 жылды демалысқа жіберемін деп елестетіп көріңізші. 1 жыл бойы қалаған ісіңізбен айналысып, емін-еркін ақша жұмсайсыз. Сіз саяхаттайсыз, қазір уақыт жетпегендіктен жасай алмай жүрген, өзіңізге ләззат беретін барлық іспен айналысасыз делік. Бұл ескі өсиет заманынан келе жатқан идея. Семит халқы 9 жыл еңбек етіп, 10-шы жылы демалады екен. Бұл адамдар өздеріне ойлануға уақыт берген жыл болған. Олар тыныштықта өткен өмірін бағалап, келесі 10 жылдыққа жоспар құрған. Олар саяхатқа шыққан немесе тіпті ештеңемен айналыспаған. Мен бар күшімді салып 9 жыл жұмыс істегеннен кейін ақша мен үшін кедергі болуын тоқтатты. Керісінше менің қолдаушым болды. Ол солай болуы керек те еді. Мен үнемдеген ақшамның пайызына өмір сүре бастадым. Сонымен мен 1 жыл демалыс алдым. Бірінші аптада мен ештеңемен айналыспадым. Содан соң саяхаттадым және семинарларға бардым. Мен медитация өнерін меңгердім, сабырлы бола бастадым. Мен өміріме рухани байлық беретін, алайда болашақ жұмысыма қатысы жоқ кітаптар оқыдым. Ішкі дауысымды тыңдауды үйрендім. Болашаққа жоспар жасай бастадым. Сөйтіп басымда жауаптан гөрі сұрақ басым екенін түсіндім. Әрдайым жаңа сұрақ туындап тұратын. Осылардың ішінен негізгі 2 сұрақты айқындап алдым. Мен кіммін және мен бұл өмірге не үшін келдім? Жауабын табу үшін мен жаза бастадым. Мен Кариб теңізіндегі бір аралға келіп, пальманың түбіне отырып алып жаза бердім. Мен 2 сұраққа бір сөйлеммен жауап беретін жауап іздедім. Мен үшін бұл уақыттың қандай қымбат болғанын түсінген боларсыздар. 11 күннен кейін мен көп жазбаның ішінен мен сұрақтарымның жауабын көрдім. Мен өзімнің міндетімді түсіндім. Өз өмірімді түсіну арқылы бойыңызға құйылған күш, энергия, құмарлық шын мәнінде ғажап еді. Осылайша мен өмірімнің мәнін таптым. Мүмкін сіздің де өзіңізге қоятын маңызды сұрағыңыз бар шығар. Ол сұрақтардың жауабын табу үшін бәлкім уақыт және тыныштық керек шығар. Шаббада жылын алсаңыз не істер едіңіз? Тек сізге ғана тиесілі ақшаның маңызы болмайтын жыл. Әрине, өмірдің мәнін айқындау үшін ақшаның көп болуы міндетті емес. Алайда оның көмегі зор екеніне келісетін шығарсыз. Көпшілігіңіз күнделікті күйбең тірлікпен уақыт тауып, өмірлік маңызды мәселелеріңізді шешу қиын деп жатамыз. Сондықтан да байлыққа қол жеткізбесеңіз, оның құны одан да жоғары болатынын сенімді түрде айта аламын. Өзіңізге деген сеніміңіз төмендейді. Денсаулықты түзету үшін де біршама қаржы жұмсау керек. Сіз осы кітаптың көмегімен байлыққа жету үшін өзіңіздің уақытыңызды инвестицияға салып отырсыз. Бұл қайтарымы мол инвестиция. Сіз бұдан көп уақыт ұтасыз. Мысалы, шаббада жыл. Ақшаң болған жақсы дегенді мен нақ сеніммен айта аламын. Кедей және ауру болғаннан бай және дені сау болған жақсы. Ақшалы болу адам табиғатына тән нәрсе, себебі даму табиғи үрдіс. Сәйкесінше ақшаның өсуі де табиғи нәрсе. Біз қазір сізге ұнамайтын бірнеше сұрақ қойдық. Мүмкін ол сіздің ішкі ұғымдарыңызға, көзқарастарыңызға, қағидаларыңыз бен сенімдеріңізге қайшы келетін шығар. Сондықтан сіздің ақша туралы не ойлайтыныңызды анықтап алайық. Негізгі идеялар.
Ірі мақсаттар кіші мақсаттарға қарағанда шынайырақ, себебі проблема мақсатыңызды толық жаба алмайды. Табысты адамдар мен қалайда істеуім керек деген ережемен өмір сүреді. Олар мақсатына жетпейінше өздерін бақытты санамайды. Егер сіз алдыңызға шекара қойсаңыз, сіз міндетті түрде сол шекараға жетесіз. Тек сәтсіздіктеріңіз үшін ғана емес, табыстарыңыз үшін де жауапкершілік алыңыз. Егер жетістіктеріңізді қайталай алмаймын деп ойласаңыз, онда өз сенімділігіңізді жоғалтқаныңыз. 110% күш-жігерін жұмсаған адамның ақталуға шамасы болмайды, және ол табысқа жетуге мәжбүр болады. Сізге жақсы тәлімгер қажет, оның тәжірибесі сіздің талантыңызды ашады. Әлсіз тұстарына басты назар аударған адам байлыққа қол жеткізе алмайды. Ойынды ұту үшін ойнаймыз ба, әлде ұтылмас үшін ойнаймыз ба, айырмашылығы үлкен. Көп адам жанталасып өздерінің әлсіздіктерімен алысамын деп, байы мүмкіндіктерімен өмірлік қуаныштарынан ажырап қалып жатады. Байлық үшін төлейтін құныңыз уақыт, алайда бұл байлықтың берер мүмкіндіктерімен салыстырғанда түкке тұрмайды. Байлық ақшаны ойламай, өмірдің мәні туралы ойлануға мүмкіндік береді.